Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін хит болып жатқан маклюбе тағамын дайындаймыз. Алдымен қызып тұрған табада етті қуырып аламыз. Табаға ешқандай май құймаймыз. Еттің өзінің суына осы видеода көрсетілгендей қуырып аламыз. Суы тартылғанша қуырамыз. Одан кейін татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз және ыстық су құйып, етімізді 30-40 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Ет піскенге дейін бөлек ыдыста көп мөлшерде май құйып қыздырып аламыз. Оған домалақтап туралған сәбіздерімізді салып, екі жағынан да қызартып қуырып аламыз. Кейін домалақтап туралған картоптарымызды салып, дәл солай екі жағын да қызартып қуырып аламыз. Осы майдың кішкене бөлігін ғана қалдырып, оған күрішімізді де қуырып аламыз және татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Етіміз 40 минуттай осылай бұқтырылып пісті. Енді маклюбені жинауға кірісеміз. Кез келген үлкен немесе орташа табаға осылай маклюбені жинасаңыздар болады. Мен бүгін орташа табада жинадым. Бұл 4 адамға арналған маклюбе. Алдымен табаның түбіне осылай домалақтап туралған пиязды орналастырып шығамын. Оның үстіне қуырылып піскен етімізді салып, басып шығамын. Еттің үстіне қуырылған сәбізімізді қойып шығамыз. Сәбіз менде кішкене аздау болып қалды. Сіздер бір дана артық қоссаңыздар жақсы болады. Одан кейін оның үстіне қуырылған картоптарды қосып орналастырып шығамыз. Кейін күрішті салып, оны қасықпен трамбовать етеміз. Қасықпен не үшін трамбовать етеміз? Себебі аударған кезде ол шашылып кетпей формасын ұстап тұру керек. Бұл жерде мен тұз, бұрыш қоспадым, себебі күрішті қуырғанда және етке мен алдын ала қосқан болатынмын. Соңында қайнаған су құямыз. Су күріштен жарты немесе 1 сантиметрдей асып тұру керек. Оны ең қатты отқа қойып қайнатамыз. Осылай бүлкілдеп сулар шыға бастағанда астын басып, крышкасын жауып 40 минут пісіріп аламыз. Пісем дегенше салатымызды дайындап қоямыз. Қызанақты және қиярды майдалап 4 бұрышты қылып турап аламыз. Оған зелень қосып, қалауыңыз бойынша 40 қабат қоссаңыздар да болады. Татымына қарай тұз қосып, барлығын араластырамыз. Піскеннен кейін алдымен оны кішкентай тарелкаға салып аударып аламын. Себебі менің отбасымда айранды ұнатпайтын адамдар да бар. Сондықтан осылай істеген маған ыңғайлы болды. Одан кейін оны үлкен тарелканың ортасына қойып, оны қасықпен жан-жағын және үстін ұрып шығамын. Кейін қазанды алып, шашырап кеткен жері болса, ол кішкене жинап жіберемін және жан-жағына туралған салатымызды орналастырып, ашық жеріне айранды құйып шығамын. Жасалуы қиын көрінгенмен бұл өте тез дайындалатын тағам, сондықтан жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.